тау шаңғы базасы ашылды деп жұрт ұлардай шулап еді. Әсіресе жыл сайын демалысқа Алматыға аттанатын жамбылдық жастар қуанды. Бүгін бізде сол көп жастың бірі болып, Көксайға келдік. Көрейік, көңіл көтерейік, келген соң бағасы мен сапасын да біле кетейік деген ниетпен. Енді бізде Жамбыл облыстық стереотип бар. Мысалы, қысты күні тауға шығу деген ол өлә не бол, майовка ғой, майда шығайық дейді, жазда шығамыз. Сондай бізде қалыптасқан стереотип. Мен ойымша, негізінде Шымкентті өте қызықтырсақ болады деген ойдамын. Себебі Шымкентте шаңғы базасы тау самалынан біздің қар өте жеңіл. Жергілікті жердің ауа райы, табиғаты, туризмді дамытуға өте қолайлы. Ал бағасы ше? Киім бағасы 3000 теңгеден, прокат шлен отдельно, қолбақ отдельно, ашка отдельно. Киімді жалға алу құны 6000 теңге көлемінде, көзілдірік 1000 теңге, бас киім шлем 1000 теңге, және киім 3000 теңге. Ал шаңғыны жалға беру құны қанша? Саламатсыз, шаңғыны жалға беру құны 6000 теңге. И сноуборд тоже 6000 теңге. Екеуінің бағасы бірдей. Жұмыс уақытымыз сағат таңғы 10-нан бастап кешкі 6-ға дейін сол аралықта сырғанай берсе болады өз қалауынша уақытымен. Бүгінгі күнге біз Жамбыл облысының тұрғындарын алып келдік, және де бізде қазіргі таңда Ресейден келген бір азамат бар. Ресейден келген туристер бізбен бірге қазір кәшені жүр. Я приехал с России, город Воронеж, как турист. У нас таких курортов нет, только вот, чтобы туда попасть, надо очень-очень долго ехать. Я считаю, такой Горнолыжный курорт самый отлично для новичков. Пока все нравится. Бірінші рет келіп жатырмын, достарымның арқасында. Жақсы жер екен. Күніне енді шамамен қанша адам келіп жатыр орта есеппен? Күніне орта есеппен болғанда бізде жұмыс күндері адам аз болады. Тек демалыс күндері ғана. Суббота, воскресенье. Кешен келушілерді қысы-жазы қабылдайды. Қызметкерлердің айтуынша, тау етегіндегі қар наурыз айының аяғына дейін жатады. Айтпақшы, ескерту, Көксайға барам деп көлігіңізден айырылып қалып жүрмеңіз. Себебі көріп отырғандарыңыздай жол даңғыл әрі теп-тегіс, тіпті Көксайға жету жолында деп кішігірім фильм түсіруге болады. Мен ойымша бұл жерге деген инфраструктура жағынан жол жағын жөндеу керек, потому что логистика өте қиын. Жолы қазір таңда Ақсай су каналының балансында, оны аудан әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдар бөлім балансына өткізіп, мемлекеттен бюджеттен ақша қарастырып жүргізу алдағы жоспарда бар. Бірдестен жүргізу мүмкіндігі болмайды, себебі 18 шақырым деген оңай емес. Жоспар 3 бөліп хотя бы жасау жоспарда бар.